Бұл адам зәкірді көтеріп, содан кейін немере ағасының тобығына арқан байлады. Одан құтылғанша отбасының миллиардтағанын мұра ете алатын еді. Бірақ шешуші сәтте артынан жөтел шықты. Сен кімсің? Ол біреуді бірінші рет өлтірді. Әрине, ол аздап қобалжыды. Бірақ Бектің күтпегені өлтіру соншалықты оңай болуы мүмкін еді. Құдай-ау, бұл соншалықты оңай ма еді? Яқтада камералар жоқ. Ешкім көрмесе, бұл жай ғана кездейсоқтық болар еді. Бірақ егер Бек миллиардтағанды мұра еткісі келсе, ол әлі де үстіндегі қалған 6 мұрагерден құтылуы керек еді. Өйткені мойындайық, мен бірінші рет бақытты болдым. Бұл жолы маған жоспар керек еді. Бек келесі нысанасын бұрын-соңды көрмеген ағасына қойды. Бұл адам ұрауық жұлдызы еді. Бек тілші болып көрініп, арнайы сұхбат алғысы келетінін айтты. Ағасы назар аудармаған кезде үстелдегі сусынға жасырын түрде бірдеңе қосты. Бірақ ағасы бір нәрсені байқаған сияқты. Ол кенеттен самурай қылышын суырып алып, Бектің сақалын қырып тастайтынын айтты. Мен бұл сен екеніңді білемін. Бек суық тер басып кетті. Ол әлі де ақымақ болып көрінуге тырысты. Егер ағасы оның шынайы мақсатын шынымен түсінсе, неге полицияға хабарласпады? Бірақ ер адамның әзілдемегенін көріп, тек өзінің кім екенін айта алды. Сен кімсің? Мен Бекпін. Мен сенің немере ағаңмын. Ағасы анық таң қалды. Ол Бекті басқа ақпарат агенттігінің папарацци деп ойлады, бірақ оның туысы болады деп күтпеді. Ыңғайсыздықты басу үшін ол инстинктивті түрде үстелдегі сусынды алды. Бек өзінің тілшісінің кім екенін қалай түсіндіретініне келетін болсақ, бұл енді маңызды емес еді. Мұнда бір нәрсе дұрыс емес. Бірнеше минуттан кейін ер адам кенеттен жүрек талмасынан қайтыс болады. Келесі күні Бектің тәтесі виллаға лазерлі қауіпсіздік жүйесін орнатты. Отбасының мұрагерлері бірінен соң бірі қайтыс болып жатқанын естігеннен кейін ол өзін тәулік бойы қорғады. Бірақ оның әдеті болды. Әр сейсенбі сайын ол салонға емделуге баратын. Сондықтан Бек өзін қызметкер ретінде көрсетіп, оның протездерін жасырын түрде бұзуға мәжбүр болды. Ол оны ешкім байқамай өлтіре алатын еді. Арнайы ингредиент карбамид пероксиді. Ол тіс ағартатын құралда кездесетін қышқыл затқа соншалықты жақын. Сондықтан полиция оның Камбоджаға соңғы рет асырап алу сапары кезінде брендтен тыс партия сатып алған болуы керек деп ойлады. Қазір кісі өлтіру жоспары жарты жолда жүзеге асты. Бұл Бекке үлкен сенімділік берді. Келесі қадам туралы ойлап тұрғанда, есіктен әдемі әйел кіріп келді. Ол тікелей Бекке конверт лақтырды. Ішінде оның отбасы мүшелерін өлтіргенінің барлық дәлелдері болды. Ал бұл әйел оның немере ағасы еді. Оның мақсаты да өте қарапайым еді. Қанша ақша керек? Байлық емес, бірақ жеткілікті.